Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда сіздермен тек қана пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратыңыздар. Ал енді бүгінгі видеода НПФ-тағы ақша жайлы айтатын боламын. Яғни қазіргі кезде зейнетке шығатын кісілердің арасында менде НПФ-та 5 миллион теңге бар, менде НПФ-та 3 миллион теңге бар. Значит, мен оны 5 миллионға жеткізіп, жақсы ақшамен шығамын деген қате пікір бар. Дәл НПФ-тағы ақша сіздерге ешқандай маңызды емес. Бұл НПФ-тағы ақша сіздерге бөліп беріледі. Яғни бұл табысқа ешқандай қатысы жоқ. Табыстың нормасын орындау үшін біз сол зейнетке шығатын жылдың показатели бойынша табысымызды көрсетсек, ол ақшаның барлығы НПФ-қа отырады. Ақшаның 10% отырғандықтан, мысалы, биылғы доход бойынша 7 миллион 310 мың теңге доход қажет болса, сіздерде 7 миллион жату деген ол қате пікір. Ол 700 мың теңге жатса болды, сіз табыс бойынша норманы орындайсыз да жақсы зейнетақымен шығатын боласыз. Осы туралы толығымен айта кетейін. Ең алдымен НПФ сайтына кіреміз, кез келген браузер арқылы. Сонда мынақта личный кабинет деген тұрады, соны басамыз. Яғни компьютерный версия арқылы алып жатқан болсаңыздар, міндетті түрде ECP кілт қажет болады. Ал егер де сіздер осы НПФ приложениясын телефонға жүктеу арқылы, телефон арқылы да көрсеңіздер болады. Мен оны келесі видео көрсететін боламын. Қазір компьютерный версиясын айта кетейін. Кабинет физического лица дегенді басамыз. Қазір мен получение выписки с ИПС дегенді алып, сол жақтағы қандай ақпаратқа мән беру қажет, сол туралы айтатын боламын. Міне сайтқа кірдік, біз ECP кілтін ауыз форматын таңдап, мына жақта получение выписки с ИПС, мына жақта главный деген тұрады сіздерде осындай бірінші бетте. Мына жақта біз услуги дегенді бассақ, получение выписки с ИПС дегенді таңдаймыз. Бұл жақта периодын таңдаудың қажет жоқ, скачать дейміз да, біздің жаңағы выпискамыз загрузкаға келеді. Осы жақта ашып қараймыз, яғни бізде ең маңыздысы мынау сума. 925 мың 693 теңге бар. Бұл нені білдіреді? Егер де сіздер бұрын жұмыс жасамаған болсаңыздар, бірақ соңғы 3 жылдарда жұмыс жасап жүрсеңіздер, жаңағы доходтың нормасы ретінде 700 мың теңге зейнетақы аударымдарын жасаған жағдайда, сіз даже осы 900 мың теңгемен жақсы зейнетақымен шығатын боласыз. Сізде НПФ-та 925 мың 693 теңге бар делік. Сіз 2024 жыл зейнетке шығасыз. Доходтың нормасы ретінде 7 миллион 310 мың 160 теңге табысыңызды көрсетіп қойдыңыз. Сіз доходтың нормасын орындадыңыз. Яғни 10%-ын 730 мың 10 теңгені құйдыңыз НПФ-ға, яғни біз 10%-ын ғана құямыз ғой. Сонда сізде 925 мың 693 теңге бар. Оның алдында, яғни 200 мың теңге жатты делік. Сіз енді доходтың нормасын орындап қойғаннан кейін, сізде НПФ-тағы ақшаны өзіңізге выплата қылып алады. Бұл жақта 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион жатса да, ол ешқандай маңызды емес. Ең бастысы біз доходтың нормасын орындауымыз қажет. Доходтың нормасын орындаған кезде кейбір адамдар айтады, сен 7 миллион деп айттың ғой, яғни менде неғып 7 миллион жоқ деп қате пікір айтады. 7 миллион жатпайды, ол жақта тек қана 10% ғана жатады. Егер сіздер даже 5 миллион, 6 миллион теңге жатып, бірақ сіз доходтың нормасын орындамасаңыз, сізде пенсия көп шықпайды. Осыны ескерсе екен деймін. Яғни мен қазір таблицаға барамын да, сіздерге көрсететін боламын. 2024 жылдың показатели бойынша. Енді бізде жаңағы НПФ-та 935 мың 625 теңге деп мен жаққа жаздым. Сол суманы мен 2024 жылы зейнетке шығатын болсам, яғни 730 мың теңгемді салдым доход ретінде 3 жыл қатарынан. Сонда жаңағы алдында 200 мың теңге, одан кейін 730 мың теңге қосылды, сонда 935 мың 625 теңге болды. Сол ақшаны мен выплата с НПФ ретінде 30 мың 385 теңгеден 2 жыл 6 ай көлемінде алатын боламын. Бар жоғы осы НПФ-тағы, яғни менде клиенттер келеді, менде 3 миллион бар, менде пенсия аз шығады деп қате пікір айтады. Тағы да бір пример көрсетейін сіздерге.
міне мынау кісіде даже 2.398.000 теңге бар. Бұл кісіде жақсы зейнетке шығады, себебі бұл кісі доходы нормасын орындаған. Сол себепті осы нәрсеге мән берсе екен деймін. Менің каналыма тіркеліңіздер, пайдалы ақпаратымен таныстарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.